Біз Ішкі істер министрлігінің ұйымдастыруымен погонды журналист атты жобаға қатысып жатырмыз. Және осы жоба аясында полицияның әр саласының қызметімен жақынырақ танысатын боламыз. Бүгінгі жобаға қатысушы менің әріптесім Қайырхан Назым және Танатарова Жаннұр. Ендеше Жаннұр, бүгінгі күніңе сәттілік тілеймін. Саған да сәттілік тілеймін. Рахмет. Тәулік бойы қаланың тыныштығын бақылауда және де қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуде полицияның сыртқы күштерінің бірі патрульдік полиция әрдайым алдыңғы шепте. Бүгін мен жол сақшыларымен бірге қаланың тіршілігін назарда ұстау үшін бірге кезекшілікке шығатын боламын. Бүгінгі кезекшіліктегі менің әріптесім Ақтау қаласы патрульдік полиция батальоны қызмет инспекторы, полиция капитаны Арман Омарұлы. Арман, сізге сұрақ қойсам, өздеріңіздің қызмет барысын таныстырып өтсеңіз. Өзіңіз көргенде жаңағы саптық жиыннан басталады, жұмыс уақыты таңғы және кешкі саптық жиын. Бүгінгі жаңа өзіңіз қатысқан кешкі саптық жиын. Жұмыс уақытымыз бізде 7-ден 7-ге дейін және күндізгі түнгі ауысым болып бөлінеді. Қызмет барысында жол көлік оқиғасын алдын алу мақсатында әкімшілік құқық бұзушылықтар анықталып, және де жол көлік оқиғасы орын алған жағдайда жол көлік оқиғасы схемасы сызылып, материал жинақталады. Патрульдік полиция қызметкерлерінің көмекші құралдарының бірі ол электрондық планшет болып табылады. Яғни бұл планшеттің көмегімен қызметкерлер құқық бұзған жүргізушілерге әкімшілік хаттамалар жасақтайды және де жеке басын анықтайды жүргізушілердің. Одан да бөлек көптеген көмегін тигізеді. Олай болса, Арман, маған қалай жұмыс жасау барысын түсіндіріп берсеңіз планшетпен. Яғни электрондық планшет жеке сәйкестендіру нөмірі теру арқылы немесе аты жөні тегі туған ай жыл күнін жазу арқылы анықталады. Және келесі бетке өтетін болсақ, жеке басы анықталған тұлғаның нарко және психикалық есепте тұрған анықталуға болады. Toyota 077 10-ға тұрыңыз. Қазір сіз бұзушылық жасадыңыз, қатардан қатарға ауысу кезінде көрсеткіш жарықшамдарын қоспадыңыз. Сондықтан сізге қазір Қазақстан Республикасының әкімшілік бұзушылық туралы кодексінің 595 бабы бойынша әкімшілік хаттама жасақталатын болады. Құжаттарыңыз болады ма? Құрметті жүргізуші, сізге қазір әкімшілік хаттама жасақталды. Айыппұл мөлшері 5 ай көрсеткішті құрайды. Яғни 7 күннің ішінде өтесеңіз, 50% жеңілдікпен 7657 теңге болады. Келесі құқық бұзушылық жасамауыңызды сұраймыз. Біз қазір жедел басқару орталығындамыз. 102 нөміріне қоңырау шалынғаннан кейін қандай шаралар қабылданады? Бейне бақылау камералары арқылы құқық бұзушылықтарды қалай анықтайды? Осының барлығын тәжірибе жүзінде көретін боламыз. Қазіргі таңда Ақтау қаласы бойынша жалпы саны 695 бейне бақылау камерасы орнатылған. Оның барлығы біздің бақылауымызда бейне бақылау жедел басқару орталығының бейне бақылау камералары қадағалап, барлығын бақылап отырады. Қарауды алдыңызда кетіп бара жатқан Hyundai Accent маркалы автокөлігін тоқтатыңыз. Қауіпсіздік белгілерін тоқтаған 593 бап бойынша. Саламатсыз ба, жүзек операторы, полициядан қандай көмек керек? Сумкаңа жас шамасы нешедегі адам және киімінің түсі? Айтып жібересіз, ұрлаған адам. Киімі 25-28 қанша уақыт бойы ұрланды шамамен? 15-20 минут. Нақты тұрған жеріңізді айтасыз ба бізге қазір? Сіздің қай жерде тұрғаныңыз? 37-ші бутик? Түсінікті, қазір сізге жедел полиция қызметкерлерін жібереміз, сол жерден кетіп қалмаңыз. Қайырлы таң. Бүгін погонды журналист жобасының 2-ші күнін біз арнайы оқу жаттығу күніне арнап жатырмыз. Қазір қызметкерлермен бірге оқу жаттығу жұмыстарын жүргіземіз. Равняйсь! Смирно!
One.